Сендерме балалар. Балалар, бүгін біз сендерменен өте керемет қызықты ойын ойнаймыз. Ол ойынның аты Қанталапай. Қанталапай ойыны қазақ халқының ұлттық ойындарының бірі болып саналады. Бұл ойында балалар Қанталапай ойыны немен ойналады? Асық, дұрыс айтасыңдар, асықтармен ойналады. Ал балалар, бұл Қанталапай ойыны мақсат шарттарын айтып берейін сендерге, иә? Балаларды шапшаңдыққа, ептілдікке, жылдамдыққа үйретеді. Ал Қанталапай ойынын бастаймыз. Олай болса балалар, менің қолымда не көріп тұрсыңдар? Дұрыс. Біріншісінде қызыл асық, екіншісінде көк асық бар. Бұл асықтардың ішінде ерекше бір асық бар. Бұның түсі қандай? Бұл қан асығы деп аталады, ерекше асық. Осы асық қай балаға түссе, сол бала ойынды бастайды. Ал балалар олай болса, мен қолымдағы қоржынды ортаға асықты тастаймын. Сендер жылдамдықпен асықты бөліп аласыңдар, иә балалар? Жарайсыңдар балалар. Отырамыз. Кәнекей санаймыз балалар. Санаймыз кәні. Бағдәулетте 4 асық. Рауанда 1 асық. Асқарда 3 асық. Ердәулетте 4 асық. Димашта 2 асық. Мансұрда 8 асық бар. Жарайсыңдар балалар. Балалар, біздің ерекше асығымыз кімде екен? Ал Димаш бере ғой. Қан асығын Димаш алыпты. Демек, Димаш ойынды бастайды. Кәне қошеметтеп қояйық. Олай болса балалар, осы асығымызды мына сызықтың ал Димаш бастай ғой. Жарайсың, қошемет балалар. Болмады.